Ассаламу алейкум баршаңызға. Бүгін өте дәмді шоколадный пирог істейміз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек болады. 4 жұмыртқаның үстіне 200 мл-дегі стаканға қант саламыз. Яғни сондай мөлшерде. Жақсылап блендермен, миксермен араластырамыз. Миксер болмаса, пенчикпен де араластырсаңыздар болады. Осындай әппақ көпіршік болып, әдем болып араласу керек. Ішінде қанты еру керек. Сол кезде әдем болып шығады. Тура сондай мөлшерде айран құямыз. Араластырамыз онда. Миксермен. Мен сармайды осылай бөліп алдым. Ертіп қойсаңыздар да болады. Не үшін бөліп турадым, қазір сіздерге соңында көрсететін боламын. Онды қосамыз, осыны електен өткізіп, өте әдем болып, түйіршік болып, ішінде қалып қоймайды. Ванилин саламыз, разрыхитель қосамыз, 1 қасықтай. Көз мөлшерімен қостым. Енді какаоны осылай електен өткізіп қосамыз. Бөлек ыдысқа араластырып алсаңыздар болады. Ұнды, какаоны, ванилинді, разрыхительді немесе осылай үстінде сразу салсаңыздар да болады. Соңында жақсылап лопаткамен араластырып алыңыздар. Ішінде жүрген түйіршіктер, олар бағанағы сармайлар қазір піскеннен кейін еріп әдем болып шығады. Осылай пергамент қағазын төсейсіздер, табамызға әдемілеп осылай құйып пісіріп алыңыздар. Мен 150 градуста пісірем, менікі әсел печка. Сіздердікі егер газовый печка болса, онда 180 градуспен пісіріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Осылай бәрін біркелкі етіп, әдемілеп орналастырамыз. Бізде пісті. Мінекей көрдіңіздер ме? Тесік-тесік болып тұр. Яғни бұл шоколадты құйып жатырмыз. Шоколадтың ішіне енуіне өте әдем болып үйлеседі. Бұл жаңа сармайымыздың әсерінен болған. Шоколадты осылай бетіне жағып шығамыз. Өте дәмді болып шығады. Осылай жағып шығамыз бетіне. Шоколадты сүтпен ертіп алыңыздар. Сүт араластырып, сонда әдем болады. Енді бетіне кокос ұнтағын осылай сеуіп шығыңыздар. Міндетті түрде емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетіне осылай сеп қойсаңыздар болады. Әдемілік үшін жаны дәмі де өте дәмді болады. Ас болсын, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тіркелуді ұмытпаңыздар, қолдаңыздар, лайк басыңыздар. Рахмет сіздерге.